14 тамызға арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып біліп отыру үшін каналға тіркеліп қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта! Таңертең көңіл күйіңіз көтеріліп, күш қуатыңыз көтеріледі. Кез келген тосын сыйларды жеңу оңай болады. Сіздің ынтаңыз басқаларға жұқпалы болады. Бұл жағымды жұмыс ортасын құруға көмектеседі. Кейбір тоқтылар жылжымайтын мүлікке немесе жөндеуге қатысты мәселелерді шеше алады. Кешке үй шаруасына көңіл бөлу керек болады, бірақ бұл сізге ауыртпалық түсірмейді. Керісінше, таныс үй жұмыстары және отбасы мүшелерімен қарым-қатынас сізге жұмыс проблемаларынан құтылуға және қайта жүктеуге мүмкіндік береді. Тоқта ата-аналарды жақсы жаңалық күтіп тұр. Торпақ, сіз күрделі мәселелермен күресуде және инновациялық шешімдерді табуда жақсы боласыз. Жаңа ақпаратты үйрену оңай болады. Сіз пайдалы болуы мүмкін барлық нәрсені бірден есте сақтайсыз. Бұл күні жасалған мәмілелер айтарлықтай пайда келеді. Маңызды құжаттармен жұмыс істеуге қолайлы уақыт. Көптеген торпақтар өздерінің сенімділігі мен энергиясының арқасында басқаларды жеңе алады. Сізге пайдалы болатын қызықты адамдарды кездестіруіңіз мүмкін. Отбасы мүшелерімен өзара түсіністікке жетуде әдеттегіден оңайырақ болады. Егіздер, күннің басында асықпау және асығыс шешім қабылдамау өте маңызды. Пікіріңізді білдірмес бұрын, әсіресе маңызды жұмыс мәселесіне қатысты болса, мұқият ойланыңыз. Кейбір жағдайларда үндемеу және оқиғалардың дамуын күту ақылдырақ болуы мүмкін. Мүмкін болса, қарым-қатынасты шектеңіз және нәтижелері толығымен сізге байланысты нәрселерді жасаңыз. Күннің соңында егіздердің көпшілігінің көңіл күйі жақсы болады. Жақын адамыңыз немесе жақын достарыңыз сізді қолдайды және сізді қуантуға тырысады. Шаян, күннің басында өзіңізді ұстау қиын болады. Сіз сезімтал және тітіркендіргіш боласыз. Кішігірім түсініспеушіліктерге назар аудару жағдайда объективті қабылдауға кедергі болады. Ешқандай себепсіз басқалармен қақтығыстар болуы мүмкін. Күрделі жанжалдар күтілмейді, бірақ қарым-қатынастарды қалпына келтіру үшін әлі де күш салу керек. Түстен кейін көптеген шаяндар бұрын жіберілген қателіктерді түзете алады. Кешті жақыны отбасылық ортада өткізген дұрыс. Бұл жоспарларды талқылау және өткенді еске түсіру үшін қолайлы, екеуі де қарым-қатынасқа пайда келеді. Арыстан, таңертеңгілік ауқымды жобаларды бастауға қолайлы. Басқалармен тіл табысып, оларды шабыттандырып, пайдалы одақтастарға айналдыру үшін көп күш салудың қажеті жоқ. Көптеген арыстандар үшін күннің басында қабылданған шешімдер табыстың өсуіне қол жеткізуге көмектеседі. Бір реттік, бірақ айтарлықтай ақша ағынын жоққа шығаруға болмайды. Кейбір іскерлік қарым-қатынастар романтикаға айналуы мүмкін. Кешке қарай шаршау жиналады, сіз таңдағыш және ашушаң болады. Мүмкіндігінше көп демалуға және күш алуға тырысыңыз. Бұл бүгін сіз үшін өте маңызды. Шамадан тыс жұмыс сіздің әл-ауқатыңызға нашар әсер етуі мүмкін. Бекеш, барлығы сіз қалағандай бола бермейді. Біз тез арада қайта құруға және кейбір жоспарлардан бас тартуға тура келеді. Жағдайлармен күресу мағынасыз болады. Бұл әлемдегі барлық нәрсе сіздің бақылауыңызда емес екенін мойындап, қазіргі жағдайды пайдалануға тырысыңыз. Күнделікті тапсырмаларға назар аударыңыз және шыдамды болыңыз. Жағдай жақын арада жақсы жаққа өзгереді. Достарыңыз бен туыстарыңыздың қолдауы қиын кезеңдерден өтуге көмектеседі. Тек маңызды мәселелерді талқыламаңыз, жағымды нәрселер туралы сөйлескеніңіз немесе жай ғана бірге болғаныңыз жақсы. Таразы. Маңызды істерді таңертең ерте бастаңыз. Сіз тіпті ең қиын мәселелерді шеше аласыз. Жақында жинаған тәжірибеңіз сізге өте пайдалы болады. Бірақ аға әріптестер мен серіктестердің ұсыныстары да артық болмайды. Бұл күн басқаларға көмектесуге, қоғамдық жұмыстарға қатысуға немесе қайырымдылық шараларына қатысуға қолайлы. Мұның бәрі сізге де пайда келеді. Жақын адамдармен қарым-қатынас әрқашан біркелкі бола бермейді. Қарым-қатынаста және келіспеушілікке шиеленісті сәттер болуы мүмкін. Достар да, отбасы мүшелері де бүгін сізден көп нәрсе күтеді.
Сіз оларды жарты жолда кездестіргіңіз келмейді. Саршаян әріптестермен және жақын адамдарыңызбен ортақ тіл табу оңай болмайды. Сабырлықты сақтау әдеттегіден қиынырақ болады. Кейбір саршаяндарға бір уақытта жұмыс мәселелерімен айналысуға және туыстарының бірқатар мәселелерін шешуге тура келеді. Бұл күш-жігерді қажет етеді, бірақ сіз мұны істей аласыз. Бірте-бірте көңіл күйіңіз көтеріледі. Таңертеңнен бері туындаған кейбір келіспеушіліктерді шешуге мүмкіндік аласыз. Кешке өзіңізге уақыт табу, сізге рахат әкелетін іспен айналысу маңызды. Мерген күннің бірінші жартысы қарым-қатынас үшін қолайлы болады. Іскерлік келіссөздер сәтті өтіп, жақындарыңызбен жақсы тіл табысасыз. Айналаңыздағыларды оңай түсініп, дұрыс сөздерді таңдап, барлығын өзіңіздің дұрыс екеніңізге сендіресіз. Жаңа таныстар сізді бірден ұнатады. Бүгін сіз одақтастарды ғана емес, шынайы достарды да табуыңыз мүмкін. Бастаманы қолға алсаңыз, кейбір іскерлік қарым-қатынастар романтикаға айналуы мүмкін. Бұл күн аса күрделі және күрделі мәселелерді шешуге қолайлы емес. Мергендердің көпшілігі уақыт өте маңызды бөлшектерге назар аудару және назар аудару қиынға соғады. Тәуешкі таңертең сіз кез келген ұсақ түйектерді, әсіресе жүрегіңізге жақын қабылдай аласыз және басқа күндері байқамайтын оқиғаларға шұғыл әрекет ете аласыз. Сондықтан сіз әрқашан бір-біріңізді түсінбейтін адамдармен жауапты істерді бастауға немесе араласуға болмайды. Кәдімгі тапсырмаларды орындаңыз, бұрын бастаған істі аяқтаңыз. Бұл сізді тыныштандыруға және жаңа мүмкіндіктерді көруге көмектеседі. Бүгін түстен кейін алынған жақсы жаңалық шабыттандырады. Сіз бірден әлдеқайда сенімді және тыныш сезінесіз. Жоспарлағанның бәрін жеңе аласыз. Көптеген тәуешкілер түстен кейін жақсы сатып алулар жасайды. Су құйғыш. Өз сүйкімділігіңізді пайдаланыңыз, оның арқасында сіз жаңа одақтастар табасыз және бұрын сене алмайтын қолдауды ала аласыз. Сондай-ақ ескі байланыстарды қалпына келтіру мүмкіндігі болады. Сіз әдетте келіспейтін адамдармен ортақ тіл табу әсіресе оңай болады. Кейбір жаман ниетті адамдар сіздің жағыңызға келіп, ынтымақтастықты ұсынуы мүмкін. Кеш маңызды істерге жарамайды, бірақ достармен, туыстармен немесе басқа жақын адамдармен сөйлесуге қолайлы болады. Романтикалық кездесу де жақсы өтеді, әсіресе сіз оны әдеттен тыс жерге апарсаңыз. Балық күн бос болады. Егер сіз алаңдамай, қобалжымасаңыз, жоспарланғанның бәрін орындауға уақытыңыз болады. Ақылға және өмірлік тәжірибеге сүйеніңіз, олар сізге дұрыс жолды таңдауға көмектеседі. Сізге әртүрлі тапсырмалар арасында жиі ауысуға тура келеді, бірақ кем дегенде жалықтырып қайғыруға уақыт болмайды. Бүгін кәсіби шараларға баратын балықтар пайдалы байланыстар жасай алады. Көптен күткен жақсы жаңалықты алуыңыз ықтимал. Туыстарыңыз сіздің істеріңізге араласуға тырысады, және бұл өте пайдалы болып көрінеді.